Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяхат, оның түрлері деп аталады. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, төл сөз, төлеу сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Оқу мақсатында көрсетілгендей тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды білдіріңдер. Біздің елімізде көрікті жерлер мейлінше көп. Содан да болса керек, таңғажайып орындармен танысуға, халықтың салт санасын, дәстүрін танып білуге, еліміздің көне қалалары мен ескерткіштерін көріп, тамашалауға ниет білдіретін саяхатшылар көп. Жалпы саяхатшыларды осы айтылған жайлар ғана қызықтырмайды. Саяхаттың танымдық қызметі мен бірге тәрбиелік, сауықтырушылық қызметі бар екенін естен шығармауымыз қажет. Саяхат тынығудың ең негізгі түрі ғана емес, сондай-ақ дене тәрбиесі, мәдениетіне тәрбиелеудің құралы. Жаяу, шаңғымен, қайықпен, атпен, велосипедпен жүру арқылы белсенді түрде орындалатын жорықтар адамды жинақылық пен ширақтыққа үйретеді. Жорық кезінде саяхатшы жол жүру дағдыларын бойға жинауға, таныс емес жерлерде, ормандарда, тауда дұрыс бағыт ұстай білуге, жаңа белгісіз жайларды іздеп тауып ашуға, оларды бақылауға, есте сақтауға үйренеді. Яғни мәтінді тыңдаған болсаңдар, келесі тапсырманы орындаймыз. Сұрақтарға жауап беріңдер. Не себепті саяхатшылардың Қазақстанға қызығушылығы артып отыр? Жорық кезінде саяхатшы нені үйренеді? Ал енді балалар, төл сөз, автор сөз, төлеу сөздің тыныс белгілерін орынды қолдануға назар аударайық. Төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, төл сөз тырнақшаға алынады. Не оның алдынан сызықша қойылады да, төл сөз бас әріптен басталып жазылады. Соңына егер ол хабарлы сөйлем болса, үтір, сұраулы сөйлем болса, сұрау белгісі, лепті немесе ерекше леппен айтылған бұйрықты сөйлем болса, леп белгісі қойылады да, одан кейін автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Мысалы: бақытыңнан айналдым, балаша қуанған ақ ботам, деп Дәмет бәйбіше өз қуанышын көз жасымен білдірді. Төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, автор сөзінен соң қос нүкте қойылады. Одан кейінгі төл сөз тырнақшаға алынады. Не алдынан сызықша қойылады. Мысалы: Міржақып Дулатов, білмегеніңді біле бер деген. Тыныс белгілері қойылмаған сөйлемдер мысалдар берілген. Жоғарыдағы ережелерге сәйкес тыныс белгілерін қойып шығыңдар. Төл сөз бен автор сөзін ажыратып, тыныс белгісін қойыңдар. Үйге тапсырма: төл сөз бен автор сөзін қатыстырып, туған табиғатқа саяхат тақырыбында шағын мәтін жазыңдар.